Бірде алыстағы ғаламның бір шетінде, ұлы ғаламның қорғаушысы Грут өзінің жасыл әлемінен ерекше жерге түсті. Бұл жер Майнкрафт әлемі еді. Әрбір блок пен әрбір шөп ол үшін жаңа әрі таңғажайып болатын. Ол айналасына қарап, өзінің мақсатына жету үшін, достықтың күшін қайта табу керек екенін түсінді. Бірақ бұл жолы оның алдынан тек блоктар мен дұшпандар ғана емес, жаңа қиындықтар да шығады. Грут өзінің ұзын бұтақтары мен күшті діңгектерімен қалың орманды аралап жүрді. Бұл Майнкрафт әлемінің орманы, бірақ ол үйренгендей емес, блоктардан жасалған. Кенеттен ол өзін қатты айқайлаған дыбыс естіді. Орманның ішінде бір нәрсе көмек сұрағандай болды. Грут жақындап келіп, кішкентай тұрғынды көрді. Бұл Майнкрафт әлемінің тағы бір кейіпкері Стив еді. Стив бір жерден құлап, үлкен шұңқырға түсіп кетіп, шыға алмай қалыпты. Грут Стивті құтқаруға асықты. Ол өзінің бұтақтарын төменге жіберіп, Стивті жоғары тартып шығарды. Стив Грутқа алғысын білдіріп, онымен бірге Майнкрафт әлемін зерттеуді ұсынды. Сөйтіп, олар бірге сапарға аттанды. Бірге көптеген қиындықтарды бастан өткерді. Криперлерден қашты, қауіпті үңгірлерде қазына іздеді және түнгі уақытта жын перілермен күресті. Бірақ Груттың ең басты мақсаты өз әлеміне қайта оралу. Бұл үшін ол Майнкрафт әлемінің ең биік тауына көтерілуі керек еді. Тек сол жерде ол өз ғаламына қайта оралу үшін портал аша алатын күшті таба алатын еді. Олардың саяхаты кезінде олар тағы да достар тапты. Эндерман мен оларға қосылып саяхатқа шықты. Олар бірге Майнкрафт әлемінің әрбір түкпірін зерттеді. Көптеген жаңалықтар ашты және ақыры таудың шыңына жетті. Соңғы сәтте Грут өзінің шынайы күшін тауып, портал ашуға мүмкіндік алды. Бірақ ол кетер алдында жаңа достарымен қоштасып, олардың әрқайсысына өзінің үлкен жүрегімен ризашылығын білдірді. Грут портал арқылы өз әлеміне оралды, бірақ Майнкрафт әлемі оны мәңгі есте сақтап қалады. Оның достық пен батылдық жолында жасаған әрекеттері бұл әлемнің тұрғындары үшін үлкен үлгі болып қалды.